Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында өте оңай, дәмді хот-дог дайындайтын боламыз. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Бізге ең алдымен сүт, су, қант, ашытқы, май, 2 жұмыртқа, ұн қажет болады. Сүтімізге суымызды құйып, ашытқымызды салып араластырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Сүт пен суымыз жылы болу керек. Оның үстіне қант пен тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырып алып болған соң 2 жұмыртқамызды саламыз, майымызды құйып, електен өткізілген ұнымызды аз-аздан сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болу керек. Осылай қамырды илеп, бетін күленкімен жауып 20 минутқа қоямыз. Көтеріледі. Осылай әдемі болып көтерілген соң, оны дөңгелек бөліктерге бөліп жасап қоямыз да 20 минутқа тағы да бетіне күленкісін жауып қоямыз. Сонан соң шетінен алып сопақша тәріздес жаятын боламыз. Жаңа қамырымыздан бізде 11-12 штук хот-дог шығатын болады. Осылай жайып, ораймыз. Барлығын осылай жайып орап, қолымызбен кішкене басып, сопақша тәріздес жасаймыз. Табамызды майлап, табамызға жайғастырып, 20 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Тағы да көтерілген соң бетін пышақпен тілеміз. Таза алмаспен тілсеңіздер де болады. Жұмыртқаны жағып, бетіне күнжіт сеуіп, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Осылай әдемі болып пісіп шығады. Қып-қызыл, жұмсақ, иісі керемет болады. Өткір пышақпен олардың ортасын тілеміз. Арасына өздеріңіз қалауларыңыз бойынша салатын лист салсаңыздар да болады. Біз осылай сосискамен сәбіз салат салып, кетчуп, майонез жағып жасадық. Салатный лист салсаңыз өте керемет болады. Салатный лист менің балдарым жемейтін болғандықтан мен салмадым. Барлығын осылай жасап аламыз. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Менің YouTube арнама тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақытта оңай рецепттер салатын боламын.